Балалар, бүгін біз ерекше дүкенге келдік. Ерекше дүкен дегеніміз адалдық дүкені. Адалдық дүкенінің ерекшелігі балалар, өздерің қалаған заттарыңды алып, ақысын әділ түрде төлеп кетеміз балалар. Апай, әділдік дегеніміз не? Әділдік дегеніміз ол тәртіп, ешкімді ренжітпеу, дұрыс пен бұрысты ажырату. Келіңдер, мен сендерге мына ақшаны беремін, сендер өз қалаған заттарыңды алып, ақысын әділ түрде төлеп шығамыз. Қоян, сен кезекке тұрмайсың. Ой, балалар, мен кезекке тұру не екенін білмейді екем. Кешіріңдерші, мен өз кезегіме барып тұрамын енді. Ой, қандай керемет, өзіме керек затымның бәрін алдым. Жарайсың Қоян, сен өз кезегіне тұруды да үйрендің. Қалаған заттарыңды алып, ақысын әділ төлеуді үйрендің. Жарайсың. Рахмет.